Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажаннан жасалған өте оңай және тез жасалатын салат жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны толықтай қараңыздар. Бізге керегі баклажан бір данасы. Оны сыртын қабығын аршып, төрт бұрышты етіп турап аламыз. Үстіне 2 ас қасық кукуруз крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Және де қызып тұрған майға барлық жағы қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Енді қызанағымызды турап аламыз. Және де кинза қолдандым. Сарымсақтың 2 данасын осылай турап аламыз. Енді барлығын бір ыдысқа салып, тұз бұрышын салып, басқа да қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қосып, жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық соя соусын қосамыз. Және лимонның согын қосамыз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді салатымызды жинаймыз. Қызанақтың үстіне баклажанымызды қосып, жаңағы заправкамыз дайын болған соны қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан.